Айтпақшы, мынау ешкі, мына қошқарды өзіне алды. Қасында мына өзінің лағы бар. Астында ем батқан өзінің лағы. Мынау жетім қалған қозы еді. Осыны туған кезінде ананың деге несін жағып, енді туып отқан кезде алдырып жүргем. Мінекей, егіз болып жүр. Қошқар және қасында лағы бар. Мінекей. Арасында мынандай болады. Мынаны ұры қозы дейміз. Алдында еміп жүрген әр қойды келіп еме береді. Су ішіп жатқандарды пайдаланып, артынан келіп еміп кете береді. Малдың бәрі келді.